Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек Қазақстан-Түркия достығы саябағында қаладағы волонтерлық ұйымдардың жетекшілерімен ерікті жастармен кездесті. Еркін форматта өткен іс-шарада қаладағы волонтерлық қозғалысты дамытудағы бірқатар мәселелер талқыға түсіп, ерікті жастардың ұсыныстары мен бірқатар мәселелер тыңдалды. Кездесуде волонтерлер қала әкімінің орынбасарына волонтерлық қозғалысты дамытудағы бірқатар мәселелерді жеткізіп, ұсыныстарын ортаға салды. Ерікті жастардың ортақ киім үлгісі ұсынылды. Еріктілер ортақ шешімге келісіп, қаланың нышанын айқындайтын үлгідегі киімге тоқталды. Сондай-ақ барша еріктілер үшін киім үлгісі бірыңғай болса деген ұсыныстар да жеткізілді. Еріктілер болғаннан кейін, қоғамдық ұйым болғаннан кейін, біз әкімдік жергілікті атқарушы орган болғаннан кейін біз сіздерге жаңағы қысым көрсеткендей болмайық деп, әдейі өздеріңізге салдық. Бүгін тек ескизді формасын ғана әкеліп көрсетіп тұрмыз. Мынау ішкі саясат және жастар істері басқармасына тапсырайын мен. Бұл форманың бір нұсқаларын тігіп, арнайлап сіздерге көрсетсін қалай болатын, жарай ма? Әзір тек ескизін ғана әкеліп тұрмыз біз. Волонтерлер қоғам игілігі үшін өз еркімен қызмет ететін жандар. Волонтерлердің басты мотивациясы көмек көрсету. Еріктілердің қоғам өміріндегі рөлінің маңыздылығы барған сайын күшейе түсуде. Бұған еліміздің мемлекет басшысының 2020 жылы волонтерлер жылы деп жариялануы дәлел бола алады. Бүгінде қаламыздың шырайын ашып, экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және ортаны құрметтеуге тәрбиелеу бағыты бойынша қызмет жасап жүрген жандар 12 ұйым мен 3000-ға жуық еріктілер бар. Қала әкімінің орынбасарымен еркін форматта кездесу өтіп жатыр. Бұл бірінші рет емес. Біз бірінші ретте кездестік. Бүгін бейресми түрде еркін форматта кездесу өтуде. Бұл жақта ең алғашқы көтерілген мәселе волонтерлардың формасы туралы. Біз алдыңғы кездесуде айтқан болатынбыз, ұсыныс тастаған болатынбыз. Соған байланысты көп ұзамай Шымкент қаласы әкімдігінен бізге волонтерлардың эскизін бүгін ұсынып отыр. Біз оны қолдап, уже бекітіп жатыр. Форма, мұнда көрсетіліп жатқан эскиздің барлығы бізге ұнады жастарға. Бұның өзі бізге үлкен бір мүмкіндік деп айтсақ болады. Себебі Қазақстан бойынша, бір қала бойынша волонтерлардың бірыңғай киімі формасы жоқ деп айтсақ та болады. Шымкент бір алғаш болып бастаса, бұл өте керемет деңгей болады. Одан кейін бұл жерде қазір су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге көмек көрсетуге байланысты әкімнің орынбасары өзінің алғысын айтуда. Әрине біз университет тарапынан, қалалық жастар ресурстық орталығынан біз гуманитарлық көмектер жасадық. Шымкент қаласының атынан, Шымкент қаласы жастарының атынан су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге тағы да физикалық көмек көрсетуге кадрлар жинап жатыр, жастар жинап жатыр волонтерларды. Біз оны әрине қолдаймыз. Айта кетейік, алдағы уақытта су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге физикалық тұрғыда көмек қолын созуға қаламыздың ерікті жастары өз үлестерін қосу жоспарлануда.